Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз дәл қазір тікелей эфирдеміз. Бүгін біз Парасат Ideas ұлттық сараптамалық диалог платформасы алаңында сарапшының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру тақырыбында тренинг өткізуді жөн көрдік. Әрине, бүгін бізде кішігірім тренинг болады. Сіздермен бірге мен Ақмарал Ермекбай, әлеуметтік желіде медиа контент бойынша маманмын, және бүгін мен жалғыз емеспін. Біздің студиямызда әлеуметтік желі дизайнері, сондай-ақ бас контент менеджер Айдана Бүркіт. Қайырлы күн, Ақмарал. Бүгінгі тақырып, мен ойлаймын, көрермендерге өте қызықты болады деп, себебі бұл әлеуметтік желіге қатысты, сондай-ақ дизайнға және сарапшылардың құзыреттілігін қалыптастыру мақсатында көптеген мәселелерді қозғаймыз деп ойлаймын. Бір пайдалы тренинг болады деген сенімдемін. Рахмет, енді қазір көреміз. Біз шыны керек жоғарғы оқу орнында білім аламыз барлығымыз. Ол жерде әрине өзіміздің арнайы барған кәсібіміз бойынша білімімізді жалғастырып, сол жақтан біраз нәрсені үйренеміз. Бірақ шыны керек одан бөлек, мысалға, көпшілік алдында сөйлеу, немесе тілдерді білу, сондай-ақ өзіңді еркін ұстай білу деген сияқты бірқатар мәселелер бар. Бүгін біз сол туралы сөз ететін боламыз. Әрине, мен бірінші тренингті бастамас бұрын бізге осындай мүмкіндікті ұсынған біздің серіктестеріміз азаматтық бастамаларды қолдау орталығы мен Күн КЗ диалог платформасына алғыс айтқым келеді. Енді біз сарапшының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру тақырыбында арнайы дайындалған слайдымызға кезек берсек. Экранда сарапшының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Келесі бетке көше берсеңіз болады. Енді шыны керек бірінші неден бастаймыз? Кез келген кездесуде, жиналыста сарапшы болсын, немесе кез келген тұлға өзін маңызды жағынан көрсетіп, киген киіміне аса қатты назар аударғаны жөн. Сондықтан да біз ең бірінші слайдымызды киіммен қарсы алып, ақыл оймен шығарып салу деген арнайы цитатадан бастадық. Қарапайым сөзбен айтқан кез келген адам жұмысқа орналасу үшін бірінші кезекте жұмыс берушімен сөйлесуге барғанда, яғни әңгімелесуге, немесе орысша айтқанда собеседованиеға барады дейді. Сол уақытта міндетті түрде әрине бірінші адамды көрген кезде біз сыртқы бейнесіне, оның стиліне көбінде мән береміз. Сол арқылы тіпті бізде ой қалыптасуы мүмкін. Мәселен, жұмысқа орналасу үшін барсақ, біз спорттық үлгідегі киімді кимейміз. Осы слайдта енді көрсетіліп тұр. Арнайы жаңағы бетке өтсеңіздер болады қайтадан. Бұл жерде мысалға өзіңіз көріп тұрсыз, классикалық үлгідегі ер азамат пен қыздың классикалық үлгідегі киімі тұр. Яғни сіз кез келген, мысалға, онлайн Zoom платформасы арқылы мүмкін онлайн байланысқа, жиналысқа шығуыңыз мүмкін, немесе күнделікті жұмыс барысында, немесе арнайы бір маңызды ресми кездесу болатын болса, осындай киім үлгілерін ұсынамыз деп ойлаймын. Енді бұл жерде бізде яғни бір арнайы дресс-код керек болады. Ол дресс-кодқа мен екі стильді жатқыза аламын. Яғни ол классикалық стиль. Біріншісі классикалық стиль, енді осы көріп тұрғаныңыздай, оны барлығы біледі деп ойлаймын. Ал екінші ол casual стилі. Casual стилі енді шыны керек, бүгін біз Айданада және менде үстімізде casual стилі деп айтуға болады. Өйткені casual стилі ол өзіңізге ыңғайлы, әрі спорттық та емес, классикалық та емес, ол өзіңізге ыңғайлы киім үлгісі деп қарастырылған. Сондықтан да әрине ол бірінші сыртқы келбет, сыртқы киім киіс, стиль. Сол себептен мен кез келген сарапшы болғысы келетін адамға осындай классикалық және casual стилін ұсынамын. Енді осы тұрғыда сіз өзіңіз қалай қарайсыз? Көбінде қандай киім стилі өзіңізге жақын, немесе сарапшылар қандай үлгіде киіну керек деп ойлайсыз? Сіздің жаңағы айтқаныңызбен толықтай келісем, яғни екі стильге бөлінеді дедік қой, классикалық және casual стильде. Мен көбінде екінші вариантта көбінде киінем.
негізі бұл стильде casual стильде киінген кезде адам өзін еркін сезініп өз ойын еркін айта алады деп ойлаймын. Және де мен тағы да бір қоса кететінім жалпы киімдердің түстері біз әр жыл сайын трендте әртүрлі түстер болады. Мысалы осы жылғы 2022 жылғы трендтегі түс, яғни қазіргі енді келе жатқан жаз мезгілі бүгін басталып жатыр ғой. Жаз мезгіліндегі негізгі трендтегі түс қазіргі кезде ол изумрудный цвет дейміз, яғни жасылға ұқсас, сондай-ақ бір теңіз түстес киімдер қазіргі кезде трендте. Сондай-ақ тағы бір нәрсе айта кетейін, кез келген әйел адам және ер адамның гардеробында міндетті түрде шоколадты немесе андай қара қоңыр түсті киімдер міндетті түрде болуы керек. Себебі бұл қазіргі кезде 2022 жылғы өте базалық түстер болып саналады. Сондай-ақ әрине бұл жерге қара түсті қоспасақ та болады, себебі олар біз айтпасақ та базалық түске жатады. Мен өзім көбінде екінші нұсқада киінемін. Енді осы стиль туралы айтып өтсек, casual стилі жалпы ағылшын тілінен аударғанда ыңғайлы деген мағынаны білдіреді. Яғни ол Шотландияның Абердин қаласында ең бірінші бастау алған. Оған біз көбінде киімге келген кезде оған casual стиліне жататын киімге қарағанда жатпайтын киім стильдерін қазір атап өткім келіп тұр. Оған салтанатты киім, яғни әскери форма немесе жаңағы жұмыстағы арнайы формалар ол casual стиліне мүлде жатпайды. Және де екіншісі ресми киім, мәселен жігіттерге арналған смокинг, сол секілді киімдерде casual стиліне жатпайды. Және де әдет ғұрыпқа сай, яғни дәстүрлі киімдер, мысалға қазақ халқының дәстүрлі киімдері деген секілді, сондай ұлттық киімдер де casual стиліне жатпайды. Және де басқа стильге жататын киім үлгілері, мәселен хип-хоп деген сияқты сондай бір арнайы стильдер бар, оларды біз casual стиліне жатқызбаймыз. Енді мен де ойлаймын, қазір тек қана сарапшылар үшін ғана емес, ол барлық адам үшін осы casual стилі қазіргі кезде ең жаңағыдай кең таралған әрі ыңғайлы. Енді өзінің аты айтып тұр ғой, ағылшын тілінен аударғанда ыңғайлы деген. Бірақ көбінде сіз жаңа классикалық деп айттыңыз, мысалы собеседование дейміз ғой, сұхбаттасу, бірінші рет адамды көрген кезде классикалық түрде киініп барған дұрыс деп ойлаймын. Себебі көрмеген жерге, көрмеген адамдардың алдына ең бірінші рет барған соң сізді іштей танымаған адам бірінші рет сырт келбетіңізден қарап, сізді киім киісіңізге қарап таңдайды. Сол себепті көбінде собеседованияға бірінші стиль келеді деп ойлаймын. Енді шынымен де мысалға мемлекеттік мекемелерге жұмысқа тұруға баратын болса, ол міндетті түрде ол жақта енді сондай қағида бар, талап етіледі, ол классикалық киім міндетті түрде. Әрине ол классикалық стиль ол ешқашанда жаңа сәннен қалмайды дейді ғой. Мысалы мұғалімдердің өзі де қара ақ түсті киімдерді киеді, классикалықты. Себебі солай оларға талап етілген. Дұрыс айтасыз. Енді біз бірінші слайдымызда Facebook деп арнайы әлеуметтік желі Facebook'ты белгілеп қойдық. Өйткені қазіргі таңда әлеуметтік желі ол барлығымыз үшін кең таралған, және барлығымыздың қолымызда ұялы телефон бар. Қазір біз кез келген ақпаратты, кез келген жаңалықты бірінші болып осы ұялы телефоннан әлеуметтік желіден естиміз. Соның ішінде өйткені тез таралады, барлығымызға дерлік қол жетімді. Мәселен, біз үйде болмауымыз мүмкін, немесе жұмыс уақытынан тыс басқа жерлерде жүрген кезде міндетті түрде ұялы телефон қолымызда, және әлеуметтік желі бізге өте ыңғайлы. Сондықтан бізде Facebook деп әлеуметтік желіні белгіледік. Қазіргі таңда Facebook ол онда жаңағы іскер адамдар, лауазымды кісілер өте көп отырады. Сондай-ақ жаңағыдай соңғы ақпараттарды, соңғы жаңалықтарға қатысты жаңағы пікірлерді біз осы әлеуметтік желіден естиміз. Енді неге біз өзіміздің слайдымызға әлеуметтік желіні қостық? Шыны керек, қазір адамның әлеуметтік желісі оның бет-бейнесі деп айтуға да болады. Өйткені шыны керек, мәселен мен сізді танымасам, тек әлеуметтік желі арқылы танитын болсам, көрмедім, бірақ әлеуметтік желі үшін танитын болсам, мен сізге әлеуметтік желі арқылы қарап бірінші кезекте баға берем. Мысалға, сондықтан мен ойлаймын, әлеуметтік желіде де барынша жаңағыдай өзіңнің бір арнайы стилің немесе
бір бағыттың болу керек деп ойлаймын. Енді осы тұрғыда не айта аласыз әлеуметтік желі? Мысалға сарапшылар үшін әлеуметтік желінің маңызы зор. Өйткені кез келген сарапшы боламын дейтін адам, менің ойымша, ол міндетті түрде әлеуметтік желіде ол өзінің арнайы парақшасы болу керек, арнайы жаңалықтарға, ақпараттарға өзінің міндетті түрде пікірін күнделікті жазып отырған дұрыс деп ойлаймын. Енді өзіңіз сіз әлеуметтік желіде жұмыс жасайсыз, оның ішінде дизайнерсіз. Мен көбінде Фейсбукта жұмыс істеймін. Яғни қазір дұрыс айтасыз, әлеуметтік желіде адамдардың барлығы дерлік әлеуметтік желіде отырады. Даже қазір телевизорды қарайтын адамдардың саны өте аз. Сол бір-бірімен де даже Фейсбукта танысып солай болады. Шынымен де сарапшылардың, яғни сіз Фейсбукте өзіңіздің парақшаңызды жүргізгенде де дұрыс айтасыз, Ақмарал, белгілі бір стиліңіз болу керек. Ол тек қана сіздің суреттеріңізге тағы басқа емес, ол даже сіздің адамдармен бөлісетін текстіңіздің да стилі болу керек, барлығы болу керек. Сол арқылы ол сізді қалай екенін басқа адамдар уже сіздің парақшаңызды көріп ақ біледі. Фейсбукте көбінде жаңа айтқандай шынымен де беделді, зиялы, білімді адамдар отырады, және Фейсбук бұл әлемдегі басқа әлеуметтік желілердің ішінен ең бірінші орында, яғни оның қолданушылары өте көп. Сол себепті белгілі бір стиліңіз болған дұрыс. Дұрыс айтып өттіңіз. Енді біздің сайтта мысалға қараңыз, мына жерде бір адам түрлі көңіл күйде. Мысалға ортасында ол күліп тұр, жаңа шетінде ашуланып тұр, немесе мында ойланып тұр деген секілді. Келесіне мүмкін қорқып тұр, ода бір қандай да бір үрей, бір қорқыныш бар. Енді осы тұрғыда сөз өрбітсек, яғни сарапшы болғаннан кейін сізде қандай да бір кездесу немесе енді барлық адамдар дерлік әрқашанда жақсы көңіл күйде жүрмейді. Мысалға, оның отбасында бір қандай да бір қиыншылықтар болуы мүмкін, немесе өзінің жеке өмірінде қиыншылықтар болуы мүмкін. Сіз сарапшысыз, бірақ сізде қазір мысалға менің де қазір ешкім, сіз мен жаңа сыртымнан қарап, сіз ойламайсыз менде қазір қандай көңіл күй. Мүмкін менде ішімде бір қандай да бір қорқыныш болып тұрған шығар, немесе бір нәрсені ойлап отырған шығармын, уайымдап отырған шығармын деген секілді. Сондықтан да бұл жерде көңіл күй ол өте қатты жаңағыдай адамның сөйлеуіне де, тіпті жаңағыдай іс-қимылына да қатты әсер етеді. Сондықтан да мен айтқым келеді, көңіл күйді әрине жасырған дұрыс, егер де сізде көңіл күйіңіз нашар болса. Бірақ бір жағынан сіздің жаңағыдай әлеуметтік желіде сіздің белгілі бір аудиторияңыз болады. Ол аудиторияға сіз күнделікті бір стильде, бір көңіл күйде, мысалы жаңалықтармен, басқа тағы да нәрселермен бөлісе берсеңіз, ол адамдарға қызықсыз болуы мүмкін да. Мен ойлаймын, кейбір кезде көңілді жаған, жаңағы көңілсіз болған кезде, бір адамда бір проблема болған кезде, соның барлығын өзінің аудиториясымен бөлісіп отырған дұрыс деп ойлаймын. Сол кезде көбінде өзінің аудиторияңдағы адамдарды қызықтырасын, яғни сенің аудиторияңнан олар кете алмайды да. Ал күнде бір стильде жаза берсең, сол қызықсыз болып қалады деп ойлаймын. Енді дұрыс айтасыз, сарапшы дегеніміз жалпы бір арнайы ғылыми ілімдерді меңгерген және бір қандай да бір мекемелерде болсын, немесе органдарда сараптама өткізу үшін тартылған, яғни белгілі бір істің немен аяқталатынын, оның немен бітетініне мүдделі емес тұлға деп қарастыруға болады. Сондай-ақ және де сарапшыны екіге бөлеміз біз. Біріншісі, белгілі бір істің мәселенің қаралуында дәл соңғы тұжырым беріп сараптама жасайтын білікті маман, ал екіншісі ол сарапқа салушы, бағалаушы, яғни сыншы деп қарастырамыз. Шыны керек, қазір біздің елімізде сарапшылар өте көп, олардың пікіріне құлақ асатын адамдарда саны аз емес. Сондықтан да
мен айтқым келеді, сіз сарапшы болғаннан кейін қаншама адам міндетті түрде сізді таниды, ол әлеуметтік желі арқылы болсын немесе офлайн кездесулер арқылы болсын, сізді таниды, біледі. Енді біз бірінші слайдымызда айтқандай, ол бірінші кезекте міндетті түрде стиль болғаннан кейін, ал екінші жағынан ол сіздің жест, яғни іс-қимылыңыз. Мәселен, сіз жұмысқа орналасуға барсаңыз да, басқа бір жиналыстар болса да, басқа да бір жиналыстар немесе маңызды кездесулер болған кезде міндетті түрде қалай айтады, жаман да көңіл күймен немесе жақсы да өте қатты жаңағыдай көтеріңкі көңіл күймен де бармай, өзіңді бір қалыпта ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Кездесуге барған кезде, өйткені барлық адамның назары сізде болады. Мәселен, ол жерде сіз тіпті адамның сөйлегенінен ақ оның мүмкін шын ақпарат айтып отырғаны немесе өтірік ақпарат айтып отырғаны оның өзінің қимылынан ақ көрінеді. Мәселен, тіпті адамның бет формасы да сөйлегеніне байланысты мәселен өзгереді. Оның қимылы, қолы, тіпті аяғының қозғалыстарының өзі шынымен де адамның қандай ойда екенін, қандай ақпаратты айтып отырғанын бірден көрсетуі мүмкін. Енді шыны керек, сіз өзіңіз дизайнерсіз, әлеуметтік желі деп айтып кеттік. Қазір мысалға дизайн, адамның киіну стилімен әлеуметтік желі дизайн айырмашылығы немесе екеуі, бірақ екеуі меніңше бір ұқсас нәрсе деп мен айтатын едім. Екеуінің бір атап айтатындай айырмашылығы жоқ. Яғни ол әлеуметтік желідегі дизайн, ол яғни картинка ғой, былай айтқанда. Яғни картинка мен адамның дизайнның арасында ондай айырмашылық жоқ. И картинкада бір бізде әртүрлі жаңалықтар болады. Мысалы, кейбір кезде көңілді немесе бір проблеманы шешетіндей тағы басқа жаңалықтар болады. Соған байланысты біздің картинкаларымызда біз сол жерде белгілі бір эмоцияны көрсетуге тырысамыз. Ондай айтатындай айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Шынымен де, мысалға, картинкаға қарап, біз бірден ол жерде, мәселен, картинкалар түрлі түсті, жаңағы түстермен салынады. Ал өмірде, мысалға, түрлі түсті киімді киетін адамдар да бар. Сол жағынан, мысалға, қалайнан жұмыс жасау қажет, түстер жағынан, енді дизайнерсіз ғой. Мен ойымша, сол картинка болсын, ол жеке адам болсын, ол дизайндар. Сфераның үйлесімділігі болуы қажет. Әлеуметтік желіде қазіргі кездегі біз бір картинкада 3 түсті қолданамыз. Негізі максималды түрде 2 түсті қолданған дұрыс. Әрине киім жағынан олай деп айта алмаймын, бірақ енді әлеуметтік желіде картинка жағынан 3 түсті қолданғанымыз дұрыс. Және тағы да бір нәрсе айта кетейін, сары түс, яғни адамның киген киімінде болсын, әлеуметтік желідегі картинкада болсын, ол адамдардың назарын өзіне өте жақсы аудартады. Сары түсті қолданған көбінде дұрыс деп ойлаймын. Яғни ол сіздің киім стиліңізде болсын, немесе әлеуметтік желідегі өзіңіздің парақшаңызды жүргізген кездегі дизайн болсын, сары түсті қолдансаңыз, ол сізге аудиторияны жинайды и адамдардың назарын аудартады. Дұрыс, рахмет. Келесі слайдқа көшсек. Енді сарапшы қандай болу қажет? Сарапшыда енді біз өзіміздің слайдымызда осылайынан көрсеттік. Ол міндетті түрде сарапшының саяси сауаттылығы болу керек. Яғни ол өзінің президенті кім, оның жаңағыдай елінде қандай қазір өзекті мәселелер бар, оның ішінде еліне қатысты мәселен депутаттар, министрларда соңғы жаңалықтардан міндетті түрде хабардар болу керек. Өйткені сарапшы болғаннан кейін ол кісінің сөзіне жаңағыдай көп құлақ асатындар бар. Себебі басқа адамдар оның сөзін тыңдап, сол себепті білу керек. Сол себепті саяси сауаттылығы. Және де екіншіден сарапшының міндетті түрде ораторлық өнері болу қажет деп
қарастырдық. Өйткені әрине ораторлық ол әрқашанда адамға, оның ішінде сарапшыларға артықтық етпейді. Әрқашанда өзінің сөзіне, ісіне лайықты адам болу керек деп ойлаймын. Және де үшінші, келіссөздер. Яғни кез келген жерде келіссөздер жүргізіп, ұйымдастырушылық қабілеті мен келіссөздер жүргізу қабілеті міндетті түрде болу керек. Және үшінші, тілдерді білуі керек, компьютерлік бағдарламаларды білуі керек, және де оны растайтын құжаттар болуы керек. Және де әрине сарапшы болғаннан кейін өзінің оқыған мамандығы бойынша мамандығының аясын толықтай білуі қажет деп ойлаймын. Және де жаңа білімді іздеу, әрқашанда жаңа ізденісте, әрқашан ізденісте болуы қажет. Ең соңында ойдағы тәртіп, яғни сіздің жұмыс орныңыздағы тәртібіңіз дейді. Мәселен, жұмыс орнында отырған адамның жанына, яғни жұмыс үстеліне қарап, оның ойында қандай жаңағы ой жатқанын білуге болады. Соған қалай қарайсыз? Дұрыс. Сіздің яғни отырған жеріңіз, жұмыс істейтін жеріңіз, яғни сіздің қандай екеніңізді көрсетеді. Келесі слайдқа көшсек. Бізде қазір осындай термин бар, яғни hard skills және soft skills деген. Яғни hard skills ол техникалық дағдыларға жатады, жабдықтармен жұмыс, процессорлармен басқару және де сандар немесе талдау. Ал soft skillsға, яғни коммуникативтік дағдылар, кішкене слайдта қате кетіп қалыпты. Адамдармен жұмыс, қатынастарды басқару және де сезімдер және сараптама деп слайдымызда көрсеттік. Яғни hard skills дегеніміз, яғни ол қиын дағдылар. Ал soft skills ол жұмсақ дағдылар. Енді аты айтып тұр, жұмсақ дағдылар дегеніміз ол адамдармен байланысу, ұйымдастырушылық қабілет, тағы да қандай ораторлық, оның барлығын осы soft skillsға жатқызуға болады. Ал hard skills, яғни ол техникалық құралдармен жұмыс жасайтын, сондай да бір болады ғой, қалай айтса болады, яғни икемді, қатаң дағдылар деп қарастырдық. Soft skills дағдыларына, яғни көшбасшылықты жатқызуға болады, коммуникативтік, мотивациялық, оратор, мәселелерді шешу қабілеттері және де уақытты басқару, жұмыс этикасы сынды бағыттарды жатқызамыз. Ал hard skillsға, яғни бір есеп тұрғысынан, сандар тұрғысынан, физика-математикалық білім немесе шетел тілін білуі, ғылыми дәреже, диплом, компьютерлік бағдарламалар деген секілді сондай бағыттарды жатқызамыз. Келесі слайд. Енді қалай ойлайсыз, сарапшы болған соң, ол тек қана өзінің басқа да жұмысы болуы мүмкін, немесе тек қана қалай болғанда да ол барлық мәселеге дерлік үлгеру керек. Өзіңіз уақытты қалай үнемдейсіз? Әрине, өзіңнің басқа жұмысың болып, сарапшылықты бірге қатар алып жүру ғой, да? Мен ойлаймын, уақытыңды дұрыс тиімді пайдалана білу керек. Біріншіден, ең бірінші, кейбіреулер үшін сарапшылық может хобби болуы мүмкін, ал кейбіреулер үшін кәдімгідей өзінің бір айналысатындай ісі болуы мүмкін. Сол себепті егер де сіз бір істі бастаған соң, оған міндетті түрде уақыт табуыңыз қажет. Солай ойлаймын. Мысалы, мен өзім дизайнмен жұмыс жасаймын, яғни мен оны менің хоббиім деп айта алмаймын, себебі мен кәдімгідей жұмыс уақытында дизайнмен айналысам, әлеуметтік желілермен айналысам, тексттермен, тағы басқа картинкалармен айналысам. Сол себепті солардың бәріне өзім үлгеремін. Демалыс қызметтің өзгеруі. Бұны қалай түсінеміз? Мәселен,
сіз жұмыста отырсыз, сізге айдың соңында яғни отчет тапсыру керек. Сіз соған үлгеруіңіз қажет. Сізде біріншіден уақыт тапшылығы, яғни демалыс дегеніміз қызметтің өзгеруі. Яғни мәселен сізге отчет өткізу керек. Сіз қандай да бір отчет жазып жатырсыз, немесе ғылыми бағыттағы конференцияға дайындалып жатырсыз, сізге қалай болғанда да бітіру қажет. Сіз шаршаңғысыз, бірақ сізде тағы да екінші жұмыс тұр. Мәселен, отбасыңызға қатысты бір жерге бару керек, немесе бір нәрсені барып тез арада сатып алу керек деген секілді екінші жұмыс тұрса, яғни ол дегеніміз сіз бір бағытта ғана емес, сонымен қатар ғылыми бағыттағы жасап жатқан жұмысыңыздан кішкене ғана 10 минут немесе 15 минут уақытыңызды үзіп барып екінші жұмысыңызды бітірсеңіз, соның өзі адамға деген бір демалыс, яғни отдых береді деп айтады. Өзіңізде сондай бір кезеңдер болды ма? Әрине болды. Үлгермей жатқан кездер, яғни сіз жаңа айтып өткенде отчет тапсырған кезде үлгермей жатқан кездер деп. Ондай кездерде жұмыс уақытынан бөлек тағы да жұмыста қалып барлық жұмысымызды бітіруге тырысамыз. Әрине демалыс күндері келген адамның басқа да жұмыстары болуы мүмкін, бірақ сонда да мен өзім ең бірінші орынға жұмысты қойғандықтан қалай да сол отчетты тапсыру керек деген менің ойымда қалып қойған. Сол себепті жұмыста қалып болсын барынша тапсыруға тырысамын. Құрметті көрермендер, біз естеріңізге саламыз. Біз тікелей эфирдеміз дәл қазір. Бізге өздеріңіздің сұрақтарыңызды жолдап, немесе Zoom платформасы арқылы қосылып, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, біз әрқашанда дайынбыз. Бізде Zoom платформасында сұрақ қоятын кісіге кезек берсек. Менің есімім Бақытжан болады. Жалпы сіздерді тыңдап отырмын. Өте қызықты және ойлар айтып жатсыздар. Кішкене өзіме де керек маңызды заттарды өзіме біліп түсініп алдым сіздердің арқаңызда. Енді бірақ менде бір сұрақ туындап тұр. Соны қойсам деп едім. Рұқсат болса, жазып аламын сөздеріңізден. Жалпы сарапшы болуға қандай басты критерийлер керек? Негізі сол бойынша сұрайын деп едім. Түсінікті. Сұрағыңызға көп рахмет. Белсенділік танытып, Zoom платформасы арқылы қосылып, сұрағыңызды қойғаныңызға тағы да алғыс айтамын. Енді біз бүгін әрине өте үлкен ауқымды тренинг емес, кішігірім. Бүгін өзімізді осындай бір арнайы күнді белгілеп, осылай тренинг, яғни өткізуді жөн көрдік. Сарапшының құзыреттілігін қалай қалыптастырамыз, немесе сарапшы болу үшін қандай критерийлер қажет деп жатырсыз ғой. Мен ойлаймын, бірінші кезекте сіз өзіңіз әлеуметтік желіде белсенділігіңіз қандай? Онда орташа деңгейде. Мен ойлаймын, бірінші кезекте енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бірден әрине адам бірден сарапшы болып кетпейді, бірақ та міндетті түрде әлеуметтік желі ол адамның екінші бет бейнесі деп айттық. Сол себептен мен сізге кеңес беретін едім. Мәселен, сізде әлеуметтік желіде арнайы парақшаңыз болса, біздің қазір елімізде түрлі оқиғалар, түрлі жаңалықтар, түрлі ақпараттар бар. Соған қатысты әлеуметтік желіде өзіңіздің белсенділігіңізді арттырып, соған қатысты жаңалықтарға қатысты өзіңіздің пікіріңізді айтатын сыныңыз болса, сыныңызды, немесе жақтайтын болсаңыз, жақтайтын тұстарыңызды міндетті түрде арнайлап көрсетіп, ашық айтып, әлеуметтік желіде үнемі белсенді болып, солайынан өзіңіздің көзқарасыңызды жасырмай жазатын болсаңыз, және де тек қана
бір бағытта ғана емес, әрқашанда үнемі ізденісте болып, сонымен қатар жаңа біз бірнеше бағыттарды көрсетіп кеттік қой. Саяси сауаттылық болу қажет дедік, яғни сіздің еліңіздегі саяси бағыттарды да жақсы білгеніңіз жөн. Тағы да қандай бағыттарды айттық? Тілдерді білсеңіз, ол да сіздің жаңағыдай сарапшылық, болашақта сарапшы боламын деген ойыңызға ешқандай да кері әсерін тигізбейді. Тағы қандай? Иә, үнемі ізденісте болыңыз деген өте дұрыс айтылған. Шынымен де бір орында тоқтап қалмай, әрқашанда өзіңіздің аудиторияңызға әртүрлі ақпараттарды беруге тырысыңыз, белсенді болыңыз. Және белгілі бір стиліңіз болу керек. Иә, біздің дизайнеріміздің айтқанына мен толықтай қосыламын. Сондықтан сізге беретін кеңестеріміз осы. Әрине, егер де қаласаңыз, біз сізге өзіміз арнайы дайындалған слайдымызды да жібере аламыз. Әрине, біз міндетті түрде жібереміз. Сізге рахмет, көп белсенділік танытып, бізге сұрақ қойып жатқаныңызға. Көп рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, біз бүгін сарапшының кәсіби құзыреттілігін арттыру тақырыбында кішігірім тренингімізді өткіздік. Шыны керек, бірнеше бағыттарды атап өттік. Сарапшы қалай киіну керек, сарапшы қандай бағыттарды ұстану керек, сарапшы болу үшін қандай критериялар қажет деген сынды бірнеше. Енді әрине бұл өте үлкен ауқымды тақырып. Оны тек қана бір тренингпен немесе бір ғана жиналыспен жаңағыдай барлығын дерлік айтатындай кішкене ғана тақырып емес. Ақпарат мүмкін аз болуы да мүмкін, бірақ да біз барынша бүгін басты нақты қажет бағыттарды сіздерге ұсындық деп айта аламын. Оның ішінде әрине бүгін біздің студиямызға арнайы әлеуметтік желі дизайнерін шақырып, оны дизайнер туралы да біраз ақпараттарды білдік деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет айтамын. Енді егер де сіздердің қоятын сұрақтарыңыз болса, біздің тікелей эфирдің астына комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады. Біз бүгін мүмкін жауап беріп үлгермесек, бірақ міндетті түрде эфирден кейін, егер сұрақтарыңыз болса, эфирдің астында міндетті түрде жауап береміз. Айдана ханым, сізге көп рахмет келгеніңізге. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Көрермендерге айтарым, сұрақтарыңыз болса, толғандырған дизайнға қатысты, әлеуметтік желіге байланысты жазыңыздар, міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Барлықтарыңызға енді сарапшы боламын дейтін кісілер болса, сарапшы болғысы келетін жандар болса, осы басты бағыттарға назар аударса, мен ойлаймын, ол не болса да жақсы бастама болады деп. Олай болса, қош, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ақмарал. Және біз бүгін Парасат Ideas ұлттық сараптамалық диалог платформасы және азаматтық бастамаларды қолдау орталығына алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше.